айбынды жауынгерлер, қарулас достар, тәуелсіздіктің 30 жылында республикамыздың қорғаныс қуаты еселеп артты. Қазақстанның қарулы күштері елді сыртқы қатерден қорғаудың, халықтың егемендігі мен тыныштығын сақтаудың кепілі болды. Десантшылардың жан қиярлық ерлігі мен қаһармандығы, отанға деген сүйіспеншілігі қай кезде де даңққа бөленіп келеді. Еліміздің десантшы жауынгерлері ардагерлер арасында, жастар арасында да зор құрметке ие. Біз шегіну деген сөзді білмейміз, бізден басқа ешкім емес деп ұран салған десантшылар талай әскери операцияларды сәтті орындады. Сол себепті элиталық әскер болып саналады. Қазақстан халқына, заңды сайланған президентіне адалдықты дәлелдеу, Қазақстан Республикасының қатарында қызмет атқару абыройлы іс. Ер азамат үшін мақтаныш. Халқымызға қорған болған армиямыздың абыройы арта берсін. Ура!